болса, бірінші сөзіні Татарстан Республикасының Дәулет Советі рәйісі орынбасары Марат Қатықұлы Ахмет Кәбирге. Hürmetli millettaşlar, muhterem cemaat, Kamal Tiyatro'nun sahnesinde dağın bir yaptığı yıldız sündü. Tuğrılıklı tamaşaçıları tiyatrının üst kolektivi için elbette bu yıldızını alar ele ilk uzak sağlığın yuxusunu yaşarlar. O yıldızının ismi Nail Dunayev. Nail ağa özü de onun көңіліне hoş келе тұрған perde артынан spektakl başlanғанша умарта yazı gibi kış келіп тұрған тамашашыны енді көтен ишете алмас. Дұрыс театр сахнасында boş тұрмас, çünkü алмашқа яш болдықлы талантлар келе. Театрымыздың келешегі де үмітлі, шанышлы, әлеміне яңа бинабыз болыр деп үмітленеміз бит. Әмма ләкин bu шырақта Щепкиншылар есімін йөртә тұрған біздің 60-ші жылдар башында театрымыз тұрмышына яш бір яңа толқын болып келіп кірген Әм олардан бірсі мына біздің Наил аға, ол буын артистлары біздің театрымыз тұрмышына яңа сулыш беріп, аның соңғы 50-60 жылдағы тарихын бірге яздылар. Енді талантлы, көрнеклі рольдер авторы боларақ, мына Наил ағаны юғалту нешіктір бар burada көңілде бір шымлы бұшлық бұяды. Bu şiraqda belki yani ana roller başqarış deb aytugina azdır da. Çünki ol o'zining rollarındagi giroylar bilan, obrazlar bilan birga yashadi. Shulay bo'lmasa 60 yildan ortiq o'zining ijodiy shushi sahna turmushin bir sahnada, bir teatrda ol yashay olgan edi ekan. Endi Щепкиншылар турында сөз барғаш баяғыдан бір әлексіздік күндердегі бір бұлғандыр вақиғадан бір еске алып бір фикір жеткірем. Біз Рауль аға Шарафиев білән Әлтірміштен әлмәндәр спектакліне бағышланған анимацион фильмнің презентациясында болдық. Әлбәттә, біздің Рауль ағаның ол спектакльдә енді өзі қатнашқан артист боларақ ойнаған, төп рольдерін ойнаған артист боларақ аның кеңеш фикірлері бізге бик керек болды бұл фильмді әзірлеген уақытта. Әмма бұл спектакльде төп рольдерін ойнаған бір генә артистыбызда енді біздің ол буын артистлары біздің арада жоқ. Мен бұл фикірімді айтасым келе, біз ол буын татар театрының соңғы 50-60 жылдығы аның тарихын болдырған һәм бүгін тамашачылар көңілінде әлі де шундай изге жандар болып, көңілінде яши торган әлеге исән артистларыбыз булса, әлбәттә, аларны исән вакытта кадерен белеп, аларга хөрмәт игътибарны күбрәк күрсәтергә кирәк. Әлемдә бу чиракта үзенең 85 еллык юбилей уңаеннан ничектер аңа телевизион игътибар җитмәгәнен көнеш белән искә алган Наил аганың да ул теләгән без соң булса да, әлбәттә, телевидение җитәкчеләргә тормышка ашырырбыз. Мен инде бу республикабызның халык артисты, Россиянең ат казанган Тукай бүләге лауреаты. Әле ул бит үзенең яшь чорында Тукай ролен ничек итеп оста башкарган артистыбыз. Менә аны бүген соңгы юлга озату уңаеннан аның гаиләсенең, апасының, туганнарының һәм барлык буның биледә катнашучы кайгы тарташуга килгән милләттәшләребезнең бу авыр кайгысын республикабызның президенты Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт Советы рәисе Халид Мөхәммәтшин исеменнән уртаклашам. Авыр туфрагы мәрхүмнең җиңел булсын. Инде ул аның сәхнәдәге йолдызы сүнсә дә, халкыбыз, милләттәшләребез, тамашачыларыбыз күңелендә әле узак еллар күрсен иде.